Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Көп-көп рахмет. Төркіндеп қайтқан келіншек. Алыстан келген жүрдек пойыз алқынып тұрды. Жүктерімізді көтеріп, билетте көрсетілген купеге кірдік. Ерлі-зайыптылар астыңғы орынға жайғасқан екен. Шалғайдан шашаңқырап келе жатқандары аңғарылады. Дастархандары жиналмапты. Төсеніштерінде газет-журналдар шашылып жатыр. Әңгімеміз жараспады. Оның үстіне ерлі-зайыптылар арасына есі кеткен түседі дегенде бар. Томсырайып жатқан күйеуінде томырық мінез бар сияқты болып көрінді. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. Кім білсін, бәлкім шашыраңқы көңіл, шашыраңды әңгімені қош көрмей келе жатқан шығар. Шымкенттен шыққан отарба Түлкібасқа жеткенде біраз аялдаған. Саған не әкелейін, деді күйеуі сыртқа шығып бара жатып. Айтпақшы, купеге кірген бетте танысқанбыз. Жігіттің есімі Тасболат. Иықты, білекті жігіттің расында қаржымды екені сырт тұлғасынан байқалады. Келіншегінің есімі Гүлбала. Оған да өз есімі жараса қалған. Гүлдей жайнаған келіншек күйеуіне балаша еркелейді. Тасболат бір дорба азық-түлік алып келіпті. Жолға деп ала шыққандарымды мен де ортаға қойдым. Гүлбала шай құйып отырып та күйеуіне еркелеумен болды. Қарын шіркін жұбанған соң бір-бірімізден жөн сұрасуға көштік. Оның үстіне жол қысқарту деген тағы бар. Ауылымыз пойызбен шыққанда 3 күндік жер. Көптен бен бара алмаған едік. Сыныптастар 20 жылдыққа шақырыпты. Содан еңбек демалысын алып, Тасболат екеуміз төркініме тартып кеттік. Ой, несін айтасыз, керемет бір кездесу болды. Сағынысып қалыппыз. Ауылдағылар 3 күн, 3 түн бойы ұйықтатпай құдасындай сыйлады. Тасболатқа күйеу деп костюм сым кигізді, деді Гүлбала. О, төркіндеп келеді екенсіздер ғой. Қайың жұрт қоржынды толтырып жіберген шығар, деп әңгімеге май тамыза түстім. Төсек орынның астында тең-тең қапшық жатыр. Шеше байғұс төркіндеп келген шалғайдағы қыздан ештеңені аямаған сыңайлы. Қою қараңғылықты қақ жарып пойыз жүйткіп келе жатты. Жол жөнекей ұйқылары әбден қанған-ау шамасы. Тасболат пен Гүлбала жатуға ыңғай танытпады. Жолға шықсам, менің де маубастығым жоқты. Әңгіменің жалғаса түскенін қаладым. Тасболат ішімдік атаулыдан татып алмайды екен. Алматыға түсе салысымен тығыз шаруаларым алдымнан шығатындықтан ішімдіктен мен де тартыншақтанып келе жатқанмын. Ендігісі емен жарқын әңгіме тиегін ағыту ғана. 4-ші серігіміз жап-жас бала екен. Әлде қайда жоғалып кетіп, 2-ші қабаттағы төсегіне қисайды да ұйқыға бас қойды. Кешегі күннің қимас сәттері көкірегіне өшпестей жазылып қалған-ау. Гүлбала сонау бір сағымға оранған балғын балалық шағын жиі еске түсірумен болды. Біз оның елжіремелі күйін іштей ұғындық та үлбіреген сезімін сыртқа тауысқанша сөзін бөлмеуге тырыстық. Тасболатты томырық мінезді адам-ау деп текке жазғырыппын. Аузын ашса көмекейі көрінетін ақ жүректің нағыз өзі. Адам жатырқауды білмейді, ақжарлы күледі. Келіншегіне күлімдей қарай қалыпты. Осы екеуінің бірін-бірі балаша еркелетуі маған тосын да қызық көрінді. Бір-біріне деген ыстық сезімдері суынбаған қандай бақытты жандар деп сүйсіндім. Гүлбала аузын әнтек ашып жымия күлді. Оның бір қызық әңгіме айтқысы келгенін түсіне қойдық. Біздің сыныпта Жақыпбеков деген бір оқушы болды, деп бастады Гүлбала. Сабақты нашар оқитын. 10-шыны бітірерде тарих пәнінен емтихан тапсыратын болдық. Кезек Жақыпбековке келді. Мұғаліміміз бір аяғын сылтып басып жүретін кісі еді. Көбіне қолынан таяғы түспейді. Қаталдығынан қаймығатынбыз. Тақтаға Жақыпбеков шықты. Фамилияң кім? Жақыпбеков. Билет нөмірі 37-ші. Жарайды, баста батыр. Бірінші сұрақ. Лениннің комсомолдың алғашқы съезінде сөйлеген сөзі. Ленин революционер. Ол патша үкіметін құлатып, кедейлерге теңдік алып берген.
Ленин бізге оқы және оқы деген. Кіріспеңе келістім. Енді сол Ленин атаңның жастардың алғашқы бас қосуында не дегенін айт, деді ағай. Ленин ата, күн көсем жастарға оқыңдар деген. Иә, оқыңдар деген. Ағай, күн көсем, осылай тұп-тура оқыңдар деген. Съезде тәрбиелі болыңдар, үлкенді сыйлаңдар, деді. Түсіпбек ағай журналдан басын көтеріп алды да, Ленин ата жастар алдына қандай міндеттер қойды деп сұрады. Ленин атаның жастар алдына қойған міндеттеріне келсек, ол кісі оқыңдар деген. Сен өзі көбірек оқып жібергенсің-ау шамасы. Екінші сұраққа көш, деді Түсіпбек ағай, сәл түніңкіреп. Екінші сұрақ. 18 ғасырдағы Сібір. Ағай, білесіз бе, 18 ғасырда Сібірде қатты суық болған. Орманның ішін сірескен қалың қар басқан. Су мұз болып қатқан. Адамдар ит жеккен шанамен жүрген. Орманның арасында мынадай Жақыпбеков қанатын жайып қомпия қалды. Аюлар жүрген, ағай. Не дейсің? Мынадай аюлар жүрген деймін. Жақыпбеков қос қанатын жайып қайтадан қомпия қалды. Ағайдың ашуы мұрнының ұшына келді-ау шамасы. Өзің аюсың деп таяғын Жақыпбековке қарай бағыттады. Жақыпбеков жалма-жан сақтық шарасына көшіп тұра қашты. Абырой болғанда таяқ мүлт кетті. Содан бері Жақыпбековті аю деп атаймыз. Осы аю досымыз бүгінде үлкен құрылыс компанияларының бірін басқарады. Өзі де аю сияқтанып дөңгеленіп алыпты, деп аяқтады әңгімесін Гүлбала. Расында, қызық әңгіме екен, деп рақаттана күлдім. Тасболаттың күнделікті естіп жүрген әңгімесі-ау деймін, езу тартумен ғана шектелді. Мен Гүлбалаға тағы бір әңгіме айтыңыз дедім. Қандайы? Бізге бәрібір, тек қызықты болсын. Мектептегі махаббат туралы айтайын деп сыңғырлай күлді Гүлбала. Болат, сен мені текке қызғанып жүрме. Мектептегі балауса сезім ғой, басқа түк емес. Айтсаңшы енді, деді Тасболат. Айтсам, 9-шы сыныпта оқып жүргенімізде маған 10-шыдағы бір жігіт өлердей ғашық болды. Келіншек күйеуіне әсері қалай болар екен, дегендей көзінің астымен қарап қойды. Тасболат сыр бермеді. Әлігі жігіт жолдасы арқылы күн сайын хаттар жібереді де тұрады. Не жазғанын білгім келіп, іштей ынтығып тұрсам да, намысым тұсаулап, былай шыға хатты парша-паршасын шығарып жыртып тастаймын. Хатты оқымай жыртып тастап жүргенімді сезді-ау деймін. Бір күні жолдасы келіп, тым құрса осы хатты оқышы деп өтінді. Оқысам, оқиын дедім. Сөйтіп үйге келгеннен соң сабақ қарамақ болып бөлмеме келіп, конвертті ашпаймын ба? Бұрын соңды жігіт хатын кім оқыған? Денем дірілдеп, қолым қалтырай бастады. Жүрегім аузыма тығылғандай ма? Қалай? Сүйіктіме деп ерекше белгі қойылған хатты зорға оқығанмын, есімде. Көз алдым тұманданды. Хат орауын ашып оқи бастадым. Өз көзіме өзім сенер емеспін. Жаным Жәмила деп басталыпты 3 бу хат. Жанымы несі? Жәмиласы несі? Деймін таңырқап. Сөйтсем, бұл пақырыңның А сыныбындағы Жәмилада да дәмесі бар екен ғой. Екеумізге қарлығаш хаттарын қатар ұшырып отырған. Бірде жолдасы шатасып, Жәмилаға тиесілі хатты маған әкелген. Ашып оқи қойғаным мұндай жақсы болар ма? Басқаға жазылған хат болғаннан соң ба, тынысым ашылып, хатты ежіктеп оқи бастадым. Дегенмен өзі хат жазуға әбден машықтанып алыпты. Кітаптарды көп оқиды-ау шамасы. Жәмилаға төгілдіріп жан сырын жайып салыпты. Бірнеше қайтара оқып шықтым. Жатық жазылған. Парақтың бос жеріне Жәмилаңмен жарасты бол, бірақ екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді денді де ұмытпа деп быт-тита жаздым да жолдасының қолына ұстата қойдым. Жауап келді-ау әйтеуір деп қуанса керек. Әлігі ғашығым хатты жалма-жан ашып оқыпты да түнеріп сала беріпті. Содан бері бұл пақырың мені көрсе қашқақтап жүретін болды. Кім білген, жаңылыспай хат қолыма тура тигенде
Балғын жүрек соның сезіміне бағынғандай ма еді? Кейіннен сол жігіт үріп ауызға салғандай әсем бір қызға үйленді. Өкініштісі, артынша ажырасып кетті деп естідік, деп аяқтады әңгімесін келіншек. Тасболатқа көз қиығымды жүгірттім. Аздап қызыл қошқынданыпты. Бәрібір саған бұйырдым ғой деп бұртиды Гүлбала. Маған Тасболат өкпесін тез ұмытып жадырағандай көрінді. Желде ескен жүйрік пойыз жер апшысын қуырып зымырап келеді. Жол бойындағы бағана шамдары әйнекке шағылысып бөлмеге түрлі сәуле себізгілейді. Алыс күндердің арайлы таңдары аңсарлы бақыт ұсынып тұрғандай, ертеңімізге асығатын әдетіміз ғой. Жатудың қамымен сыртқа шықтық. Гүлбала жатар орынды реттемек болып іште іркіліп қалды. Дәліз қара барқыттанып тұр екен. Әйнектен қалмай жанасып, қара қошқыл ағындай зулап қалқып бара жатқан тал теректер көрінеді. Сонау алыста малшының ба әлде дала қосының ба оты жымырайды. Тіршілік шіркін қашанда алға талпынады ғой. Мына зымыраған пойыздай зырлауық көңіл алыстарға самғайды. Иә, жер басып жүргендердің барлығы да тіршілік отының маздай беру үшін күреспей ме? Алыстағы ағараңдаған сәуле мені де тұңғиық ойға жетеледі. Тасболат екеуміз тамбурға шықтық. Ол темекі тұтатты. Сөйлесіп ұзақ тұрып қалдық. Аға, осы келініңізбен тағдыр тоғыстырғалы бері 4 құбылам түгелденгендей. Бір көргеннен құлай сүйдім. Әлі де сүйемін. Менің жанымды Гүлбаладай түсінетін мына әлемде ешкім жоқ, деді Тасболат темекі түтінін құныға жұта тұрып. Ақылды адам екені көрініп тұр, дедім. Басқа сөз аузыма түспеді. Қайтып келсек Гүлбала жатып қалыпты. Көрпе тұсынан оның тоят төсінің бір көтеріліп, бір басылып жатқаны анық байқалды. Таңертең тұрсақ, пойыз Алматыға жақындап қалыпты. Қара түнектің көбесі сөгіліп, айналаға ақ нұр себізгілей бастаған. Купенің терезесін ептеп ашып қойдым. Таңғы шықтай таза ауа тынысымды ашты. Қалаға әлі кіре қоймаппыз. Боз жусанның иісі бойымды аралап өткендей жеңілдеп қалдым. Жастық шағымның ең бір жалынды күндерін өткерген ару Алматы менің де сағынышым. Оралмасқа кеткен студенттік шақтар еске түсіп жүрек жаншылды. Қымбат та қимас күндер қайта айналып келмесін ойлап өзек өртенді. Барқыт бақыт пен мөлдір махаббат ұсынған ару қала әр келген сайын оттай ыстық көрінеді. Бәлкім бала күндерді қалдырған жер бақилыққа дейін әр адамның жүрегінде өшпестей болып таңбаланып қалатын шығар. Тұңғиық терең ойға беріліп кетіппіз ғой. Аға, деген дауыстан селк еттім. Гүлбала ғой, Тасболат қайда? Темекі тартуға кетті. Адамдарды аспандататын да, жермен жексен ететін де, қуандыратын да, суландыратын да, өсіретін де, өшіретін де бір ауыз сөз. Айтқан сөз, атылған оқ деген бұрынғылар. Әйтсе де аузымыздан аңдаусызда бүкіл тағдырды тасталқан етер бір ауыз сөздің оқыстан шығып кететінін, сондықтан екі ел ауызға 4 елі қақпақ қою керек екендігін біз парықсыз пенделер ылғи да ұмытып кете береміз. Сонымыздан опық жейміз. Өмір бойы өзімізді кешіре алмастай сол бір сұрақты Гүлбалаға неге қойдым екен деп, сәт сайын бармақ түстемен келемін. Қай түлен түрткенін білмеймін. Гүлбала, төркінде армансыз ұзақ жатыпсыздар. Балаларды неге ерте бармағансыздар? Нағашыларына барып аунап қуанып қайтар еді ғой, дедім өзімше білгішсініп. Аға, арамызда әлі де алданыш жоқ. Қаралмаған дәрігер, бармаған әулие әмбие қалмады. Тағдырдың маңдайға жазылғаны осы шығар, деді даусы құмығып шығып. Тілімді жұтып қойдым сонда. Не деген парықсыз едім деп өзімді өзім жатша сөктім. Гүлбалаға қарасам, жүзінде әлденеге деген сағыныштың, сонымен бірге түсініксіз торығудың табы бар екен. Жанарына қос тамшы жас іркіліпті. Ет жүрегімді тағы да түсініксіз иірім толқыны толқысытып тастады. Өң бойым шымырлап, беймаза бір күй кештім. Кешір айналайын, деуге тілім зорға келді.
Алматының базарлы вокзалы жолаушыларды улап-шулап қарсы алды. Үйіміз қаланың сыртында. Үйге жүріп бірер күн аунап-қуанып қайтыңыз, деді Тасболат. Риясыз көңілімен айтып тұрғанын жылы жүзінен күлімдеген көзінен көрініп тұр. Тығыз шаруаларым бар еді, деп қашқақтадым. Ешқандай қымсынбай үйге келіңіз, деп Тасболат қалта телефонның нөмірін жазып берді. Гүлбала екеуміз қуана қарсы аламыз. Уақытым болса хабарласармын. Қош аға, саулығыңызды тілейміз. Хабарласыңыз, күтеміз. Жүктерін арбаға тиеп, қолтықтасып алған жұбайлар құмырсқадай қаптаған адамдар иіріміне бірте-бірте сіңіп, көзден тасалана берді. Сапырылысқан сан мыңдаған жүргіншілер арасында жалғызсырап, жаным жаншылып келе жаттым. Өң бойымды қай сезім серпілісі толқытқанын білмеймін. Жүрегім езіліп, кеудеме бір өксік тығылды. Алматының өтпелі жаңбыры себелеп өтті. Авторы Сабырбек Олжабай, оқыған Перизат Әділқызы. Менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр. Көп-көп рахмет.